Өңірде эпидемиялық жағдай тұрақталып келеді. Дегенмен қызылшаға шалдыққан науқастар әлі де тіркелуде. Облыста жыл басынан қауіпті дертті жұқтырған 187 адам анықталған. Өткен жылы елімізде белең алған қызылша бойынша ахуал тұрақталып келеді. Дегенмен қауіпті дерттің таралу қаупі әлі де жоғары. Мамандардың мәлімдеуінше ауруды жұқтыру көрсеткіші вакцина алмағандардың кесірінен көбейген. Қазірдің өзінде қызылшаға шалдыққан 187 адам анықталған. На сегодняшний день, с октября месяца, Өткен жылдың қазан айынан бастап ел бойынша қызылшаға қарсы қосымша иммундау науқаны жүргізілуде. Оның аясында 5 жасқа дейінгі балалар және вакцинацияланбаған ересектер екпе алуда. Өңірдің барлық емханасында түсіндіру жұмыстары қарқын алды. Онда иммунолог дәрігерлер, педиатр дәрігерлер және иммунологиялық комиссия жұмыс істейді. Өткен жылы өңірде қызылша жұқтырған 800-ге жуық науқас тіркелген. Олардың дені балалар. Аурудың алдын алу шараларының бірі екпе алу. Дегенмен ата-аналар балаларына екпе жасатуға асығар емес. Нәтижесінде жұқпалы ауруға шалдыққандардың 70% 5 жасқа дейінгі балалар. Большая часть, конечно, это заболевших, это дети. Науқастардың дені нақтылап айтқанда 70%-дан астамы балалар. Егер бала екпе алмаған жағдайда оның иммундық жүйесі әлсіз келеді. Сондықтан ауру балалар арасында кең таралған. Мамандардың айтуынша өңірдегі емдеу мекемелерінде вакцина қоры жеткілікті. Ел бойынша қосымша иммундау қарқынды жүргізіліп жатыр. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылы елімізде 13 мыңнан астам адам қызылша жұқтырған. Ақмаржан Қалымбек, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.